Баршаңызға сәлем достар, мен есімім Маружан, және де бұл менің влогым. Үй жинауға мотивация деп атын қойғым келіп тұр. Өзіме де мотивация керек болып жатыр. Үй жинауға, конечно, қазір енді Құдай қаласа қыс мезгілі жақындап келе жатыр. Соған байланысты есік, терезе, не бар бүкіл жерге қазір тряпкамызды тигізіп сүртіп шығамыз. Енді мен бірінші очередь холодильниктен бастаймын. Холодильниктен бастамас бұрын бірінші тамақты дайындап алайын. Тірлік көп болғаннан соң оңай жасалынатын тамақ істедім. Біреуі осы пюре болса, қасына котлеты в духовке болатын болады. Рецептін қазір салатын боламын. Тамақты бастап қойғаннан соң жеңшем екеуміз бірден тазалауға кірісіп кеттік. Бізде бүгін холодильниктің іші, тоңазытқыштың ішіндегі бүкіл тартпалар мен сөрелерді жеңшеме апарып тұрдым. Жеңшем барлығын жуып тұрды. Тоңазытқыштан бүкіл затты шығарғаннан соң барлығын жақсылап іріктедік. Мерзімі өтіп кеткен дәрілерді бөлек пакетке, артық заттарды бөлек пакетке, тек керекті заттарды ғана қалдырдық. Көп контейнерлердің барлығын босатып, жуып, тазалап орындарына сап қойдық. Бүкіл артық заттардың барлығын шығарып, іші сыртын сүртіп алғаннан соң біздің тоңазытқышымыз жап-жаңа болып қалды. Тоңазытқышымызды жуып болғаннан соң бірден тамаққа кірісіп кеттік. Гарнирімізге картоп, картоптың қасына пеште пісірілетін котлеттерді дайындамақшымыз. Котлеттің құрамына фарш, майдалап тураланған пияз, тұз, бұрыш және де бір жұмыртқаны қосып жақсылап араластырамыз. Бізде енді осындай майда формалар өте көп. Пісіруге арналған солардың барлығына жақсылап шұңқырлы етіп фаршымызды салып шықтым. Енді арасына омлет қосып жатырмын. Үстінен көк шөп, яғни ол брокколи болуы мүмкін, ол көк пияз болуы мүмкін. Петрушка болатын болса, сіздерде оны піскен екен қоссаңыздар болады. Дәмі, иісі өте керемет болып шығып тұрады. Бетіне фольга жауып, жарты сағатқа духовкаға жібереміз 180 градусқа. Сонымен біздің пеште пісірілетін котлеттеріміз дайын. Тез-тез тамағымызды пісіріп болғаннан соң біз терезеге көштік. Жақсылап тап-таза жазуларымызды жоғары қарай көтеріп аламыз да терезені жууға кірісеміз. Кез келген істі бастамас бұрын мен бисмиллах дегенді міндетті түрде айтамын, яғни Алланың атымен. Бір байқағаным, бисмилля, Алла разылығы үшін деп басталған істерге Алла тағала өзінің берекесін молына беріп қояды. Алла разылығы үшін деген ол өзге адамдардан мақтау күтпеу. Алла разылығы үшін деген сізбенен Алланың ортасындағы нәрсе. Жақсылық жасайсыз Алла разылығы үшін. Алла көріп тұр бастысы. Я Аллам, осы жасап жатқан тірлігіме береке бере гөр. Я Аллам, осы жасап жатқан қолдарыма күш қуат бере гөр. Я Аллам, осы жүріп жүрген аяқтарыма күш қуат бере гөр деп дұға жасаумен жүремін да. Және де сол жасалған дұғам қабыл болып жатса, маған одан артық қуаныш жоқ. Шүкір, осындай қолым барына шүкір, көзім көретініне деп шүкіршілікте жүрген адамға Алла тағала Құранда айтады, шүкір етсеңдер арттырам дейді. Яғни ризықты Алла тағала арттырады екен. Ризық деген ол ақша, ризық деген ол бақыт, ризық деген ол керемет бір қасиет, ризық деген ол талант. Алла тағала ризықты әркімге әртүрлі қылып береді, бірақ сол ризықты шын көре алған адам ғана бақытты болады екен. Тіпті мына ішіп жүрген суымыздың өзі Алла тағала Құранда айтады, ол суды біз адамға ішу мүмкін еместей қылып қоятын едік дейді, яғни ащы қылып қоятын едік дейді. Бірақ ол су ішуге жарамды ғой. Неге шүкірсізсіңдер деген сұрақ қойылады Құранда. Сол себепті барынша Алла тағала берген ризықты көре беруге тырысайық. Мен де пендемін, біз ешкім періште емес, біз пенде болғаннан кейін барлығымыз қателесеміз, ұмытамыз. Алла тағала Құранда айтады, адамды ұмытшақ қылып жараттық. Ұмытқан кезде осындай сөздерді есіме салып отыратын ортаны қалай мен даладан тілеймін, сондай орта болуын және әрекет етемін сол ортаға. Пенде болғаннан кейін қателесеміз, бірақ тәубе деген нәрсе бар да, қайтадан барлығын орындарына әкеп, адамдар кешірмесе де Алланың кешірген жеткілікті ғой дейді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Мені көріп жатқан қыз-келіншектер болатын болса, ешқашан адамдар көрмеді ғой, адамдар мақтамады ғой деп көңілдерін сүзбесін. Мақтау жоқ жерде өсу бар қыздар. Егер адамның құртылып, құлдырап жоқ болғанын қаласаң, бетіне оны мақтай бер дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, біреу сені бетіне келіп мақтаса, бетіне топырақ шаш деген Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ешқашан өзіне мақтау қабылдамаған. Бүкіл мақтау, мадақтың иесі Алла тағала деген. Бірақ Алла тағала Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбарымыздың дәрежесін бүкіл адамзаттан жоғары қойған екен. Мақтаусыз да дәрежелі болуға болады. Дәрежені көтеретін тек қана Алла тағала. Осылайша бізде бүгінгі уборкамыз аяқталды қыздар. Баршаларыңыздың назарларыңызға өте көп рахмет. Бүгін біз бала-шағамен алысып жүріп тамақ дайындап, бүгін холодильник және де 2 терезені жуып бітірдік. Енді келесі видеода Құдай қаласа кездескенше қыздар, кухняның тірлігі әлі біткен жоқ. Әлі бір күндік тірлік бар.